Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге сникерс тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ағынан сарысын бөліп аламыз. Ыдыстарыңыз міндетті түрде құрғақ болуы керек. Міне барлығын осылай бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын бірнеше уақытқа қойып қоямыз, өйткені біз жұмыртқаны тоңазытқыштан алғандықтан шамалы жылып тұруы керек. Ал жұмыртқаның сарысына қантымызды қосамыз. Қантымды мен осылай өлшеп алдым. Онан соң миксермен араластырамыз. Оның көлемі 2 есе ұлғаяды, және де ақ түске айналғанша араластыру керек. Маған 2-3 минуттай уақыт кетті. Мінекей дәл осылай ақ түске айналғанша араластыру керек. Одан соң біз сұйық майымызды құямыз. Қайнап тұрған ыстық суды құйып, бірден араластырамыз. Шамалған араластырғаннан соң ұнымызға ең алдымен какаоны қосамыз. Сонан соң қамыр қопсытқыш, яғни разрыхителді қосамыз. Шамалған араластырып жібереміз. Онан соң аз-аз мөлшерден қоса отырып, осылай миксермен араластырамыз. Бірден салып жібермеңіздер, аз-аз мөлшермен саласыздар, яғни 3-4 бөлікке бөліп салсаңыздар болады. Мінекей араластырып болдым. Осылай шамалы қою ғана масса шығады. Одан соң достар, миксердің насадкаларын жақсылап жуып, кептіріп алғаннан соң біз жұмыртқаның ағын араластыратын боламыз. Міндетті түрде насадкаларыңыз құрғақ болуы керек. Себебі құрғақ болмаса сіздердің жұмыртқаның ағы, яғни белогы дұрыс шайқалмайды. Ең бірінші өзі шайқап алып, шамалы ғана 1 минуттай ғана шайқаймыз. Осылай ақ көбікке айналған кезде үстіне қантымызды өлшеп саламыз. Онан соң миксердің көмегімен осылай біздің белогымыз 2 есе ұлғайып шығады, және де өзінің формасын осылай сақтап алғанша шайқауымыз керек. Міне біз ыдысымызды төңкерген кезде ешқандай белок төгілмеуі керек. Енді екеуін бірге қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде дәл осылай астынан жоғарғы қарай араластыруларыңыз керек, және де біздің жұмыртқаның белогы басылып қалмау керек. Сіздер барынша тезірек араластыруға тырысыңыздар. Егер жұмыртқаның белогы басылып қалса, біздің корждарымыз көтерілмей қалады. Осылай барынша бір массаға жеткенше жақсылап араластырыңыздар. Онан соң мен 22 сантиметрлік формаға салдым. Сіздер осы уақытта пештеріңізді қыздырып қойғандарыңыз дұрыс. Міндетті түрде қызып тұрған пешкіде пісіреміз. Мен барлығын бірден пісірдім. Егер сіздер 3 немесе 4 бөліп пісірсеңіздер де болады. Маған осылай барлығын бірден пісіріп алу ыңғайлы болды. Және де осылай ортасын шамалған ашып жіберіңіздер. 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Енді біз торттың ішіндегі карамелін дайындаймыз. Мен осылай оңай жолмен дайындағанды жөн көрдім. Яғни біздің арахиске жер жаңғағымызға қайнатылып қоюландырылған сүтті қостым.
Біздің жер жаңғақ, тұзды жер жаңғақ болғаны жақсы, тортты дәмдіре кетеді. Жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Біздің коржымыз пісті. Толық суығаннан соң формадан аласыздар. Міндетті түрде толық суу керек. Ең алдымен осылай пышақтың көмегімен жан-жағын босатып алдым. Және де осылай өте абайлап алыңыздар, өйткені корждарымыз өте жұмсақ. Біздің фольгамызды алып тастап, тағы да біздің коржымызды суытамыз. Міне суып шықты. Енді біз 3 бөлікке бөлеміз. Ең алдымен пышақтың көмегімен осылай бірнеше сызып қойдым. Корждарымыз бірде кесілу үшін. Осылай кескін жасадым. Одан соң өте абайлап кесіп шығамыз. Сіздердің пышақтарыңыз ара пышақ болса, одан да өте жақсы кесіледі. Тағы да суытуға қойып қоямыз. Оған дейін біз тортымыздың кремін дайындаймыз. Ең алдымен кілегейімізді ыдысқа құямыз. Кілегей міндетті түрде 33-35% болуы керек. Және де бір күн алдын тоңазытқышта сақтағандарыңыз жақсы. Сол кезде бізде жақсы крем шығады. Жылы кілегей болса, біздің кремдеріміз шықпайды. Соны ұмытпағандарыңыз дұрыс. Үстіне біздің сахарная пудрамызды салып, араластырып аламыз. Онан соң біздің сүзбелі ірімшікті, яғни творожный сырды салып, тағы да араластырамыз. Ең алдымен миксердің көмегімен осылай бірнеше бөліктерге бөліп алып, онан соң миксердің ең жай жылдамдықтан әр минут өткеннен сайын әр жылдамдықты қосып отырып, осылай жақсылап араластырамыз. Бірде массада крем шығуы керек. Міне креміміз дайын болды. Осылай алған кезде өз массасын жақсы ұстап тұрады. Менде 3 корж болғандықтан менің кремдерімді де 3 бөлікке бөліп алдым. Енді біз тортымызды жинаймыз. Ең бірінші кремді осылай жағып шығамыз. Немесе бұл маңызды емес бұлай жағуда. Қасықтың көмегімен салсаңыздар да болады. Ең шет жағына молырақ салып, ортасына кремді азырақ салсаңыздар жеткілікті. Шамалы тегістеп біздің дайындап қойған карамелімізді ортасына саламыз. Екінші коржымызды да дәл осылай жасап шығамыз. Соңғы коржымызды үстіне қойып, қалған кремімізді үстіне және де жан-жағына бір тегіс етіп жағып шығамыз кремдерімізді. Онан соң тоңазытқышқа біздің креміміз қатқанша 2 сағаттай қалдырып қоямыз. Енді соңғысы біздің үстіне шоколадты ганажымызды дайындаймыз. Мен қара шоколадқа сүті шоколадты екеуін қосып, үстіне сары майды салып, ертіп алдым. Ал біздің жер жаңғағымызды блендердің көмегімен үгітіп алдым. Егер блендер болмаса, сіздер пакетке салып, оқтаудың көмегімен үгітсеңіздер де болады. Шамалғана өткен жеткілікті осылай. Еріп шыққаннан соң екеуін жақсылап араластырамыз. Және де міндетті түрде суытып қойыңыздар.
2 сағат уақытымыз өтіп шықты. Біздің легенің үстіне темір решетканы қойып, оның үстіне тортты қоямыз. Енді біздің дайындаған Ferrero Rocher ганажымызды үстіне құйып шығамыз. Барлық жағына бірдей жағылуы керек. Жан-жағына, қалған бөлігін жан-жағына осылай силиконды қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Жақсылап үстін жан-жағын тегістеп алғаннан соң, кемінде 3-4 сағатқа тоңазытқышта қалдырамыз. Немесе бір күн алдын дайындап қойсаңыздар да болады. Мінеке достар, біздің өте дәмді, тойымды, шоколадты сникерс тортымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге өте қатты ұнайтын болады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.